Қалай ойлайсыз? Менің сол қолым қышып жатыр, неге деп ойлайсыз? Біреу ақша беретін сияқты. Қалай ойлайсыз? Кім ақша береді? Кім береді екен деп қойсаң, жарайды, әзіл ғой. Біз не істейін деп отырық қазір? Біз оңға поворот Жасап үйреніп жүр. жасап үйреніп жатырмыз. Дұрыс қой да? Молодец. Енді сұрақ сізге. Оңға поворот жасау үшін бізді арттағы автокөліктер қалай біледі біз оңға поворот жасайын деп жатқанымызды? Поворотниктен білемін. Молодец! Бәрекелді. Поворотниктен біледі. Сол үшін поворотник қосып отырайық деп қойсаңызшы. Так, мына автобусты қазір алдымыздағы жүргізушілер өткізу керек. Өйткені мына жерде аялдама тұр. Аялдамадан автобус қозғалыс бастағанда 18-3 деген пункт бойынша жеңіл көліктің жүргізушілері өткізуге міндетті. Бірақ автобустың жүргізушілері де біз оларды өткізіп жатқанымызға көз жеткізу керек. Енді логикалық тұрғыдан алып қарасақ та мұнда 70-80 адам отыр, мұнда 2 адам отырмыз. Сондықтан